Сәлем, құрметті достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге денсаулық каналы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бауыр ауруына пайдалы емдік шөптер, фитошайлар туралы айтатын боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын сіздерден кері байланыс күтемін. Каналдың еңбегін бағалап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркел, және қоңыраушаны басып, үнемі менің видеомды бірінші болып көріп отырыңыздар. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, достар. Бірінші шөп сүт ошаған, расторопшы, бауырға ем пайдалы шөп. Бауыр жасушаларын қорғап, жаңа жасушалар пайда болуын күшейтеді, зиянды заттардың әсерін тежеп қабынудың алдын алады. Екінші шөп салаубас, бессмертник, антиоксиданттық қабынуға қарсы әсерімен бауырдан уланудан, инфекциядан қорғайды, яғни детоксикациялық залалсыздандыру әсерін күшейтеді. Қоса от шығару реттеуші спазмолитикалық әсері де бар. Үшінші шөп итмұрын, шиповник, от жолдары спазмын қабынуға қарсы әсерді басып, ас қорытуды жақсартады. Келесі төртінші шөп полынь, жусан сабақтары, антисептикалық қабынуға қарсы спазмолитикалық босаңсыту қасиетіне ие. Ол тәбетті ашып, бауырдан от бөлінуін, ұйқы безінен, асқазанның сөл бөлінуін жоғарылатады. Келесі бесіншіге келдік. Бесінші шөп жалбыз мияты. Бауырдың от бөліну қызметін, ішек перистальтикасын жақсартады, тәбет ашып, ас қорыту бездерінен сөл бөлінуін күшейтеді. Қосымша тыныштандыру, ұйықтатқыш әсері бар. Алтыншы шөп календула, бауырдың зат алмасуын жақсартып, оттегі билирубин мен холестерин концентрациясын төмендетіп, бауырдың жалпы бөліп шығару қызметін күшейтіп, оның жағдайын толық қалыптастыруға пайдасы мол. Қосымша бактериоцитті қабынуға қарсы әсері бар. Келесі шөп түймедақ, ромашка, оны көбіне әйел адамдар көбірек қолданады. Бауырдан от бөлуін жақсартып, оны қалыпқа келтіріп, тәбетті күшейтіп, қабынуға қарсы антимикробты спазмолитикалық әсері бар. Келесі соңғы шөп шайқурай, зверобой. 8-ші. Қан тамырларды кеңейтіп, қан айналымды жақсартып, от жолдары мен ішек спазмын жояды. Бактериостатикалық қабынуға қарсы да әсері бар. Бұл шөптердің қолданылуы, яғни жасау тәсілі әрбір қораптың өзінде жазылған, курспен үзіп кезеңмен қолдану керек.